Достар, видео бастамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 20 ғасырдың басында Қытайдың жағдайы ауыр болатын. 3 ғасырдай түркі тектес манжур әулеті биледі. Қытайлар тек 1911 жылы болған Шанхай революциясы тұсында манжур билігін құлатып, Қытайлар тәуелсіздігін алды. Манжурлар темір қолмен Қытайға орасан зор аумақта жаулап берген еді. Соның бәріне мұрагер болды. Екінші дүниежүзілік соғыста жапон әскерінің басып кіруі Қытай халқына орасан зор қасірет алып келді. Дегенмен соғыстан кейінгі жағдайда Қытайға аяқ батырып отырған батыс елдерінің Қытайдан назарын жіберіп алуына ықпал етті. Артынша коммунизм орнап билікке Мао Цзедун келді. Қытай халқының саны өте көп болып, жаппай кедей болуы мемлекетті қиын жағдайда қалдырды. Маоны қытайлар мақтаса да, ол жүргізген реформалар ондаған миллион Қытайдың қырылуына себеп болды. Бір ғана торғайларды жойып жіберу шешімінен миллиондаған Қытай өлді. Сонымен қатар репрессия болып жатты. Мао КСРО мен жақын қарым-қатынас құрды. Сталинге еліктеп оған ұқсас саясат жүргізді. Бейшара болып отырған қытайларға КСРО әскери және экономикалық жағынан өте көп көмектесіп ядролық қару жасап берді. Сталин өлгенде Қытай мен КСРО қарым-қатынасы нашарлап, өзара жауласа бастады. Маодан кейін билікке Дэн Сяопин келді. Оның билігі тұсында Қытайда көп өзгерістер байқалды. 1978 жылы билікке келіп, жаңа реформалар жасап, социализмнен бас тартты. Қытай шаруаларына жер бөлініп беріліп, егіншілікпен айналысуға рұқсат берілді. Сонымен қатар батыс елдерімен ашық есік саясатын ұстанды. Батыс елдеріне бұл жағдай тиімді болатын, және Қытай халқы көп кедей болғандықтан батыс елдерден келген компаниялар мен заводтар Қытайдың арзан жұмыс күшін пайдаланып көп пайда түсіре алатын болды. Қытайларда өз пайдасын тапты. Халық жұмыспен қамтамасыз етілумен қатар, компания мен заводтарда жүрген Қытай жұмысшылары жаңа технологияларды игеріп алды. Бұл жағдай Қытай экономикасын 2 есе ұлғайтты. Жеке кәсіпкерлікке рұқсат етілгендіктен, Қытайлар батыс елдеріне ұқсас компаниялар ашып, өз ғылым білімін дамытты. Ашық есік саясатына байланысты туризм дамыды. Қытай жерінің кең болуы және сан алуан табиғи және тарихи орындардың болуы шетелдік туристер Қытайға жаппай келіп, мемлекет қазынасын байытты. Қытай экономикасы жыл сайын қарқынды дами бастады. Экономиканың жетілуі батыс елдерімен сауда-саттықтан болып жатқандықтан, Қытай батыс елдерімен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысты, және 90-шы жылдары Қытай экономикасы әлемдік лидерлік экономикалардың қатарына қосылды. 90-шы жылдардан бері Қытайда ғаламтор технологиясы қарқынды дамыды. 95-ші жылдан бері ғаламтор кафелері ашыла бастады. Қытайда өндіріс орындары көп болуы шығарылатын өнімнің де сан алуан етуіне мүмкіндік беріп, Қытай әлемдік елдерге арзан өнімдерін шығара бастады. Қытай саудасына маңызды рөл ойнаған тағы бір фактор мұхит арқылы шыға алуы болды. Қытай экономикасы 2007 жылы Франция, Британия, Германия экономикасын басып озып, 2010 жылы Жапонияны артта қалдырып, ақш-тан кейінгі 2-ші орынға шықты. Экономикалық қуаттың өсуі Қытайдың басқа салаларын дамытып қаржыландыруына мүмкіндік берді. Қытайлар әскери және ғарыш саласына қатты көңіл бөлуде. Қытай кедей елдерге, әсіресе Африка елдеріне қарыз беріп, инвестор болу арқылы өз ықпалын қарқынды жүргізуде. Қарызға белшесінен батқан елдер Қытайға жерін жалға сатады. Қытаймен көрші болып отырған бір қатар елдер қарыз алып қайтара алмай Қытайға жерін жалға беруге мәжбүр болуда. 20-шы ғасырда Қытай өз мүддесін тиімді пайдалана білді. Әуелі КСРО мен одақ құрып, әскерлерін күшейтіп ядролық қаруға қолы жетсе, артынша батыс елдерімен жақындасып, сауда-саттығы мен экономикасын бұрын соңды болмаған деңгейге дамытты.